Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен фонетика бөлімін өтетін боламыз. Дыбыс және әріп. Сөйлеу тілінде дыбыстау мүшелері арқылы айтылып, естілетін тілдік құбылысты дыбыс дейді. Дыбыс сөздің ең кішкене бөлігі. Дыбысты айтады және естиді. Дыбыс адамның дыбыстау мүшелері арқылы жасалады. Олар өкпе, кеңірдек, дауыс шымылдығы, тамақ қуысы, кішкене тіл, ауыз қуысы, көмей, таңдай, тіл, тіс, ерін, мұрын қуысы. Дыбысты таңбалау үшін алынған белгіні әріп дейді. Яғни әріп дыбыстың жазбаша таңбасы. Әріпті жазады және көреді. Әріптердің рет-ретімен жазылған жиынын алфавит, әліпби дейді. Қазақ тілінің алфавиті 42 әріптен тұрады. Және олардың тізбектелген қатары мынадай. А, Ә, Б, В, Г, Ғ, Д, Е, Ё, Ж, З, И, қысқа И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, О, Ö, П, Р, С, Т, У, О, Ö, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, жіңішкелік белгісі, Ә, жуандық белгісі, Ю, Я. Қазақ тілінде дыбыс саны 37. Дыбыс бола алмайтындар: Я әріпі, И мен А әріптерінің қосындысы, Ю әріпі, И мен У әріптерінің қосындысы, Ё әріпі, И мен О, яғни қосарлы дыбыстары және жіңішкелік жуандық белгілері. У әріпі екі дыбыстың орнына дауысты және дауыссыз У қолданылады, бірақ бір дыбыс болып саналады. Қазақ тіліне тән әріптер 9, олардың саны 9. Ә, Ö, Ö, О, Э, Қ, Ғ, Ң, Х. Қазақ тілінде жіңішкелік айыру белгісі және жіңішкелік белгісі. Сондай-ақ Ё, Э, В, Ф, Ц, Ч әріптері орыс тілі арқылы енген кірме сөздерде ғана кездеседі. Қазақ тілінде дыбыстар өкпеден шыққан ауаның шығуына қарай дауысты және дауыссыз дыбыс болып екіге бөлінеді. Кейбір оқулықтарда 5 бөлімдегі 9 әріпті қазақ тіліне тән дыбыстар деп берген. Алайда біз оларды әріптер деп беруді жөн көрдік, себебі алфавиттегі 37 дыбыс қазақ тіліне тән оқылады, айтылады. Мысалы, Е дыбысы орыс тілінде И, Э деп оқылса, қазақ тілінде Е, И деп оқылады. Сондай-ақ сөз құрамында жуан, жіңішке, еріндік, езулік дауысты дыбыстарының келуіне қарай дауыссыз дыбыстар соларға бейімделіп оқылады. Мысалы, узу мен азы сөздеріндегі з дыбысы бірінде узу жіңішке әрі еріндік дауыстыға бейімделіп оқылса, бірінде азы жуан әрі езулік дауысты дыбысқа бейімделіп оқылады.